Сәлем, Аягөз. Аягөз. Сәлем, Аягөз. Біз бүгін Аягөзбен фрут пицца деген ойыншықпен танысамыз. Қанеки? Көрсет Аягөз фрут пиццаңды. Ашайық, иә? О, міне. Фрут пицца, қандай әдемі ойыншық. Қанеки, бұл қай жерін ашылады екен? Міне, мына жерін ашамыз. О, міне. Мәссаған, Аягөз. Ішінде плейдо бар. Не бар екен? Міне, ішінде не бар екен? Көрсетші, Аягөз. Қанеки? Міне, мынау не? Мынау бізде қара қандай ойыншықтар бар. Мә, құрал саймандар бар екен. Керемет. Құрал саймандар. Аягөз қара. Қанеки? Ақ түс. Қандай түс? Ақ. Ақ түс, е? Қане, көрсет. Ашып шығап көрсетші. Мәссаған. Қане. Опа, опа. Қызыл түс қайда? Кел, бірінші қызыл түспен таныспаймыз. Қайдасың? Біреу сарғыш, біреу қызыл. Аягөз, сен әзірге қызыл түспен ойнай тұр. Қазір бізде мұнда сары түс бар. Міне, керемет, сары түс. Сары түсті араластырмаймыз. Одан кейін сарғыш түс. Одан кейін жасыл түс. Болды. Түстермен таныстық. Құрал сайманмен танысамыз. Алдағы не сен жасап отқан? О, керемет. Бұл не? Қызыл түсті қойып қоямыз. Қанеке, қоя тұр. Қоя тұр. Қызыл түсті сала қой мұнда. Ой, жарайсың. Салды. Қоя тұрдық. Мына қорапта басқа ештеңе қалмады. Я. Мынау бізде нұсқаулық екен. Қараңдар. Бұл арқылы біз не көреміз? Я. Мынау торт болса керек, е? Шақ. Мынау ойып алатын ба? Бұл арнайы пішін. Сол ішіне қамырды салсақ, пицца пісіре аламыз. Мынаған қамыр саламыз. Сөйтеміз да пицца пісіреміз, е? Мынау? Мынау пышақ қой сонда, е? Мынау не сонда? Мынаумен кесем ба? Алдағы мен де кесем. Солай кеседі екен ғой. Мынаумен пиццаны бет төмен жағынан алу үшін арналған мынау, е сонда? Мынау не үшін арналған? Илейтін ба? Оқтау, е? Оқтау. Солай илейді екен ғой. Ал, кел, бастап көрейік онда. Біз қанеки қызыл түспен пицца жасаймыз. Оны ауызбен ашпайды, қолмен ашады, Аягөз. Тісімізді байлаймыз. Тісіңді байқа. Міне, бит ашасыңдар. Міне. Қане бит түсіреміз. Хоппа. Қызыл түсті алдық. Енді бұны илейміз ба? Мынаумен илейміз ғой. Солай екен ғой. Нан илеген сияқты илейміз. Ой, қандай күшті. Солай кеседі екен ғой. Қанеки, дұрыс болды, әне. Қандай күшті. Аха. Мынаумен астынан алады бүйтіп не. Бүйтіп астынан алады. Камера көрсетеміз. Сөйтеді де салады. Қамырымызды саламыз. О, қане, міне салған Аягөздің. Қара, битек Аягөз, қара. Түгел салайық.
мынаны бүйтіп еземіз. Міне, мынау қызыл түс. Қызыл. Ya, қызыл түс. Қонаққа бардым. Қонаққа бардың ба? Қонақта не істедің? Қонаққа. Мамам сенің. Тамақ жедің ба? Алыс болсын. Қонақта кім бар екен? Ашы бар. Әже? Кіммен бардың сен? Екі ашы бар. Екі әже? Мәссаған. Ата бар. Екі ата бар. Екі ата бар ма? Аталар бар ма? Тамақ дәмді болды ма? М, Мысалы, біз қазір пицца жасайын деп жатырмыз. Ал сен қандай тамақ жеп келе жатсың? Ет пе? мхм. Ет. Кіммен бардың қонаққа? Ата бардым. Мен бардым. Сосын? Апа бана. Үшеуің бардыңдар ма? Мхм. Мәссаған. Ай. Балалар пышақпен абай боламыз, е? Иә. Міне, аягөз әзірге қызыл түспен Жұмыс жасап жұмыс жатыр. жасап жатқан кезде біз жасыл түсті алайық. Міне, жасыл түсті аламыз. Жасыл түсті аламыз да бүйтіп шығарып, одан фарш жасаймыз. Оны мына бір илегіштен өткіземіз. Міне, жасыл түсті. Бұл кішкене қиындау екен. Сол себептен үлкендер араласса жақсы болады бұл ойынға. Міне. Мынандай ұзын кеспе шықты. Осы кеспемен пиццамыздың төбесін әрлесек болады. Міне біз аягөзбен айтқан, таныстырған ойыншығымыз осындай. Атауы Fruit Pizza. Бұл ойыншық баланың қиялын дамытуға өте жақсы. Бала өз-өзімен ойнап отырған кезде осыны мыжғылап, езіп, миы демалады. Және анасынан көрген жаңағы түрлі нан илеу, тамақ жасау деген әдістерді өзінің қиялы бойынша жасап көруге тырысады. Бұл оның дамуына өте жақсы әсер етеді. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңдар. Сіздермен бірге болған Аягөз, Ернар, Жазира.